жұртын ай, қымбат маған келдер ай, күн қақтаған туған жер. Туған жер өзің дегендей, жүремін әр кез елеңдеп, бір сезім биле барады ау, жүрегім дүрсіл қағадай. Туған жер өзің дегендей, жүремін әр кез елеңдеп, бір сезім биле барады ау, жүрегім дүрсіл қағадай. Туған жер, туған ел, көзді тартып жайнайды далаң гүлдер, қасиетіңді қашанда балаң білген туған жер. Бұл өмірге шіркін ай, не жетеді ау, құшағыңда кеңмен анаң жүрген туған жер. Туған жер өзің дегенде, жүрермен әр кез елеңдеп, бір сезім билеп барады ай, жүрегім дүрсіл қағады. Барған жерде бағың күнім ашылсын, балалығың енді бүгін басылсын. Ақты төсіп өз қолымен атанаң, көзде тұнған қимас жасын жасырсын. Өз еліңнің пәк сенімін ақтай біл, барған жердің өз дәстүрін сақтай біл. Не айтса да сол жұртыңа сіңісіп, сүйеу болар күйеуіңді жақтай біл. Ақ періштем жалтақтама артыңа, қыз тілеуі жақын болған қалқына. Барған жерде басыңды еп сәлем сал, адал жұртың жолықсыншы талқыңа. Хош періштем, серігіңмен келіп тұр, іздеушің бар, оған жаным сеніп тұр. Келсе елге сыңармен келсін деп, ата-анаң ақ батасын беріп тұр. Қарайлама, сен өзгенің бағысың, жиі соқсын жүректегі қағысың. Отына кір, күлінен шық ерінбе, кімнің қызы екеніңді танысын. Шын бақыттың құшағында тұншығып, әрбір жүрген іздеріңнен гүл шығып. Барған жерге ұрпақ сыйла, ана бол, шаңырақты мәңгілікке бір құрып. Қош жаман бол, еркелеген насылым, қимастықтың жасын сүрттім жасырын. Табиғаттың берген сыйы сол болса, бір Аллаға періштемді тапсырдым. Ұясынан ұшты сұлу көгершін, барған жерде тамыр жайып көгерсін. Сағынғанда ата, ана бауырды, сыңарымен қол ұстасып келерсің.
Ендеше құдалар жоғары шығыңыздар. Төрлетіңіздер. Амашаны. Рахмет қатысып соққан шапалақтарыңызға. Балдай тәтті тілектер тыңдалатын, ән тербеген жүректер нұрланатын, келмегендер қызықтан құрғылатын, қызығы күннен күнге жырланатын. Бір тамаша кеш, бір тамаша той болайын деп жатыр. Ол әрине баршамызға белгілі, баршаларыңызға аян. Бүгін мінекей Түлеу қызымыздың қыз ұзату тойына арналып отырған қуаныш. Олай болса, орта қуаныш құтты болсын ағайын. Рұқсат болса, құрметті ағайын, біздің ортаға бүгінгі тойымыздың той иелерімізді шақыруға рұқсат етіңіздер. Ғалым ағамызбен және де Әсем тәтемізді біздің ортаға шақырайық, достар. Әрине, ықылас қошеметпен. Ал, ағай, мынау халық қош кепті. Бүгінгі той ол әрине сіздердің тойларыңыз. Ендеше мен сізге дәл қазір сөйле деп айтпайым, бірақ мұсылмандық даңқыңызбен, қазақтың салтымызбен бір ассалаумағалейкум деп айтыңыз. Ассалаумағалейкум. Жырлардың айқылашын жоталарың, мен бүгін әу сөзіне оталамын. Мынау кісі ассалаумағалейкум деп еді, бір түрлі қарадыңдар чөта бәрін. Ассалаумағалейкум деп жатыр ғой. Вағалейкум де салшы, шапалағын достар. Қадірменді ағайын, мен шын айтсам, бүгін Қарқаралы ауданына тойды басқаруға бірінші рет келіп отырмын. Сондықтан да осы ағамызбен таңертең списокты құрып, местный ағаларымыз маған айтады ғой. Ей, тамада жігіт, сен байқашы, біздің халығымыз шулайды дейді. Как будто басқа елдің халығы шуламайды. Сондықтан да құрметті ағайын, бүгінгі кешіміз жоғары деңгейде, бүгінгі кешіміздің қонақтары шуламайды деп үміттенемін. Және де егер барлығымыз тілек айту үшін жарты сағаттай сөйлесек, менің ойымша осы екі жастың пішпе тойына жететін шығармыз, құрметті ағайын. Сондықтан да бір өтінішім бар.
барлығымыз тілек айтпай арамыздан 3 адам шықсын. Ең әдемі біреу сөйлесін, ең үлкен біреу сөйлесін, және де зарплатасы көп адам біреу сөйлесін. Қалғаны қосылып, билеп, ойнап, демалып қайтайық ағайын. Жақсы ма? Рахмет шапалақтарыңызға. Ал қадірменді ағайын, олай болса бізде көп созбай, әдептен озбай, әрде берде қарай қозғай, біздің екі балаларымызды қарасалуға ыңғайланайық қадірлі ағайын. Рахмет. Ендеше біздің ортаға бүгінгі кешіміздің жаңа қонақты және де бүгінгі кешіміздің күйеу баланы дарын ұлдарымызды шақырайықшы достар. Ықылас қошеметпен әрине. Қош келдің. Ендеше мен саған қазіргі уақытта бір-екі сұрақтарды қойайын. Сен маған осы сұрақтарыма жауаптарды бер. Жарай ма? Бірінші сұрағым, сен бүгін осы тойға қандай мақсатымен келдің? Ғашығымды алып кетуге. Ай бәрекелді. Тамаша. Ендеше екінші сұрағым. Вообще, осы үйленген қалай? Рахат па, рахат емес па? Жақсы дейді ғой. Жоқ, енді рахат па, рахат емес па? Рахат. Мен саған былай айтайын, вначале всегда рахат, а потом всю жизнь пахат дейді. Олай болса, қадірменді ағайын, осындай жақсы көңіл күймен бүгінгі кешіміздің сәнін, бүгінгі тойымыздың сұлулығын, бүгінгі тойымыздың ханшайымын, Төлеу қызымызды Аяруби тобының сүйемелдеуімен қарсы алайық достар. Ықылас қошеметпен әрине. Табиғаттың қыз көктемі, аспанда ән салар құс тізбектері, күндерде гүл аңсаған көңіл керіп, аяулым, барамын мен іздеп сені. Тербеліп, желмен баяу ырғалады, жүрегі жарқырасын ізгі нұрмен, арманға қанат берген ақ сәуле боп, тіршілік жарасады қыз ғұмырмен. Сен гүлімсің, қарағым сені кім еккен? Сезім біздің шыққансың қандай жүректен? Сезіп тұр санам, сен өзің сірә болғайсың, жалғандағы жақсының ғана ұрпағы, ұрпағы. Қошеметтеріңіз болсын ағайын.
қошемет болсын әрине. Қошеметіңіз болсын. Қатырақ болсын. Қосылайық. Естілмейді. Дубал шапалақ, қошемет ағайын. Ендеше, рахмет. Төлеу, саған дарын дәл қазір осы әдемі гүл сыйласа, сен оған бір жылдан кейін бір әдемі қыз сыйлас. Жарай ма? Ықылас, қошемет болсын ағайын. Екі жас бақытты болсын. Келіңіздер, тойын шақырамыз. Біздің екі жасты тойын шақырайық әрине. Ақбосарға аттады, ашылды гүл бақтары, іздеп жүріп бақыт қандай бірін-бірі тапқаны, қос өзеннің баққаны, бақытты бұл шақтары. Ендеше, құрметті достар, құттықтауға сізде уақыт болады, сондықтан да біздің екі жасты төрге шақырайық достар. Ықылас, қошеметпен! Екі жас бақытты болсын ағайын. Махаббаттың көлінде, тойдың бүгін төрінде, бақыт қонсын өмірге. Жиналған жұрт ағайын, шырқап әңгіме салайын, екі жасқа әнді арнап жақындап мен барайын. Бақыттарың бүгінгі, аялаңдар гүліңді, құтты болсын бүгінгі екі жастың тойлары. Тек мәңгі болыңдаршы бақытты, арнап бақыт болсын өмірге. Болыңдаршы бақытты, арнадым ақ тілекті, айрылмас ұзақ болғандай жыл болсын құтты. Махаббаттың көлінде, тойдың бүгін төрінде, бақыт қонсын өмірге. Қызды көрсе шымақтайсың оңай, Бір қызығы, бала деген баласыз көңіл шіркін толар ма екен? Дүбірлі той жасамай баласының көңіл шіркін толар ма екен ағайын? Ендеше жақсылықты көре білген көз қымбат,
тіршіліктің керегі деген сөз қымбат. Олай болса, осындай тойда орында айтылар сөз қымбат ағайын дейді. Олай болса, қадірменді ағайын, бүгінгі кешіміздің бас директорларымызға, бүгінгі тойымыздың той иелерімізге, бүгінгі кешіміздің бас демеушілерімізге осындай әдемі ақ дастархан жаю үшін оларға ықылас қошемет болсын. Бүгінгі той иелеріміздің құрметіне Ғалым ағамызға және де Әсем тәтемізге ықылас қошемет болсын ағайын әрине. Қатыра. Рахмет. Әрине достар, бүгінгі кешімізде бөтен адам жоқ, бәрі де туған туысқандар, туған бауырлар. Бүгінгі тойымызға келіп отырсыздар, олай болса той дәмінен алып отырыңыздар. Сондықтан да бүгінгі кешімізге әрине тамаша ниеттеріңізбен, тамаша тілектеріңізбен келіп отырсыздар. Қазақта айтады, тоң жағасыз, тұлпар тағасыз, ал ел ағасыз болмайды деген. Олай болса біздің ортаға бүгінгі кешіміздің ақ батасын, ақ тілегін берсек деп отырмыз. Біздің ортаға осы Ғалым ағамыздың туғандарды шақыруға рұқсат етіңіздер. Ғалым ағамыздың туғандары, келіңіздер біздің ортаға. Той әрине сіздердің тойларыңыз. Биігінен шығайық. Ғалым ағамыздың туғандары. Бәрекелді. Ендеше осы біздің төлеу қызымыз сіздерге немере болып келеді, солай емес па? Ендеше біздің қазақ айтады, өз балам балым, ал баламның баласы жаным дейді біздің қазақ. Сондықтан да, құрметті ағайын, осындай тойларыңыз көбейе берсін, жылда бола берсін. Бүгінгі той ол әрине сіздердің тойларыңыз. Ендеше бүгінгі той, осы той құтты болсын деп сіздердің тілектеріңізді тыңдайық достар. Ал қадірменді ағайын, сәл тыныштықты. Қымбатты құдалар, адамдарыңыз құтты болсын, екі бала бақытты болсын, өздеріңізге серік болсын. Мынау Қарқаралы районына келіп баған екенсіздер. Құдан мың жылдық болсын, 100 жылдық болсын. Әрқашанда екі баланың қызығын көруге жазсын. Ғалым, мынау қызатын тойыңыз құтты болсын. Мен екі балаға тілейтінім тек қана жақсылық, денсаулық тілеймін. Қайда жүрсеңіз де аман болыңыздар. Бала әке-шешелеріңізді сыйлап, қызығын көре беріңіздер. Ақ жол тілеймін екеуіңізге. Ал енді құда-құдағилар дегенде келген қадамдарыңыз белгілі болсын. Енді екі балаға тілейтініміз бақыт болсын. Бақыт болыңдар, жаңалықтарын биік, босағаларын берік болсын. Ендігі сауап, армандарыңыз жетіңдер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жаңа айтып отырған туғандар деп. Міне туғандар шығып тұрмыз. Енді құдалар келген қадамдарыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Ал енді мінекей біздің Қарқаралыға келіп қалдыңыздар. Жаңа айтып отырған сол тілектерге қосыламын. Енді Ғалым, Әсем, сендерге айтатын жан саямыз бақытты болсын. Барған жеріне тастай бап судай сынсын. Өздеріңе қызыға келсін. Не айтамын енді, өздерін тоқтырсын, мен де солай тоқып тұрмыз шыны керек. Жан саяны айта кетсем, құншағым жан сая. Енді сондай бір жақсы, әдемі, тәртіпті, қолынан іс келетін, қай жақтан болсын, жұмыс болсын, үй жұмысы болсын, мамасы бәрін үйретіп тастаған. Сондықтан біздің жан саямыз барған жерінде бақытты болым деп бармайды, бақытты етім деп барады деп ойлаймын. Құншағым жан сая, Құлжақбек болады. Сіздерге айтатындар, бақытты болыңдар. Босағаларың берік, шаңырақтарың биік болсын. Үлкен ордалы семья болыңдар. Екі жаққа бірдей болыңдар.
Екі жаққа бірдей болсаңдар, сонда береке болады. Бақытты болыңдар тыныштықта. Ал енді осы отырған қауымға сіздерге айтатындарым, бәрімізге де денсаулық біріншіден, бәріміз отбасыларыңызға осылай амандық, той болсын. Еліміз тыныш, отанымыз тыныш болып, еліміз аман болсын.